Жылдан мәлімдеме тарады. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанның 4 өңірінде қыз алып қашқандар тергеуге алынды. Бас прокуратура қылмыстық кодекстің жаңа баптары бойынша алғашқы іштер бойынша мәлімдеме жасады. Қадағалау органдары сталкингке қылмыстық жауапкершілік енгізген. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын күшейту, соның ішінде жеке өмірге қол сұғатын, бірақ күш қолданусыз жасалатын құқыққа қарсы әрекеттердің аса ауыр қылмыстарға ұласуын болдырмау мақсатында қылмыстық кодекске сталкинг үшін қылмыстық жауаптылық енгізілді. Қолданысқа енгізілгеннен бастап елімізде сталкинг фактілері бойынша 2 қылмыстық іс Атырау және Павлодар облыстарында тіркелді. Сталкинг жасаған адамдарға 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 200 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту, не 50 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі жаза көзделген. Сондай-ақ әйелдердің құқықтарын қорғау үшін күшейту шаралары аясында осы заңмен неке қиюға мәжбүрлеу үшін де қылмыстық жауаптылық енгізілді. Егер әйел адам ұрланып күш қолдану қаупімен немесе мүлкін жою, не бүлдіру қатерімен неке қиюға мәжбүрленсе, кінәлі адамға 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу, не дәл сол мөлшерде түзеу жұмыстарына тарту, не 2 жылға дейінгі мерзімге бостандықтан шектеу, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген. Абайсызда ауыр зардаптар туындаған жағдайда кінәлі адам 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына тартылады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.